Сәлем достар, біз Бакуға саяхатымызды Атырау арқылы бастадық. Бұл жолы қасымызда екі кішкентай саяхатшымыз болды. Сондықтан влог түсіру оңай болмады. Бірі жүгіріп жүрсе, бірі ұйықтап қалады. Ал камераны қосқанша жаңа приключение басталып кетеді. Бірақ дәл осындай шынайы сәттер саяхаттың ең әдемі естелігі ғой. Осы влогта біздің жолдағы қызықтарымызды, эмоцияларымызды және Баку атмосферасын бірге көретін боласыздар. Ал Бакуға аман-есен жеттік. Аэропорты күшті екен. Багажды күтіп жатырмыз. Содан келу керек. Аэропорт үлкен екен. Аэропорттар екен, терминал 1 дейді. Видеодан прям әдемі көрінді. Ой, жизнь. Аэропорттардың өзі әдемі екен. Күшті. Местный уақытпен 11:30 болды. Біз өзіміздің атырауға келдік. Регистрация жасап жатырмыз. Мықты чемодан. Ар жақта сезім ұйықтап жатыр. Так, рум-тур жүрейік. Мынау лифттан шықтық. Өз кішігірім отель екен. 306 номер. Біздің номер. Типа кіреберіс жер, телевизор. Сезім ұйықтап жатыр. Мына жерде Ақназар ұйықтайды. Ақназар ұйықтайды. Мықты екінші номер. Типа как спальня. Тоже телевизор бар. Мықты шкаф бар екен. И на жерде санузел. Тоже очень аккуратный санузел. Осындай. Тамақ болғаннан кейін видео түсіреміз біз қазақтар. Күшті завтрак ішіп алдық. Самый главный балалар тойған сияқты. Кішкене көрсетіп жіберейік, не бар екен. Мында шарики бар, сүт бар, су, сок. Мықты бәрі сладости, чем түріктер сияқты екен. Мына жақта мынандай нелер бар. Аттарына білмейді екен. Мықты рейстер бар. И ары қарай завтрак. Осында кішігірім завтрак ішетін жері бар. Балаларға каша жоқ. Мына біздің отель Маэстро деген. Кіреберіс жері. Мынау напротив көше. Ар жақта парк бар екен, односторонний көше. Мына жерде автобусная линия. Бүгін зоопаркке барамыз деп шештік, қазір таңертең. Содан бастаймыз. Ақназар күтіп отыр. Бірінші күні біз жаяу барамыз деп шештік, бірақ бұл өте жаман шешім болды. Неде? Кішкене жел, да? Қатты жел. Біздің прям Атыраудың погодасы. Бүгін кішкене погода не очень, ертеңнен бастап күн шығады екен. Бәрі односторонний көшелер. Мынандай не бар? Линия. Короче, адамдар жүріп жатыр, білмеймін. Так, адасып зоопарктың кодын бізге тугист дұрыс көрсетпеді. Сөзи? 1 сағат тұрып кебедік, сонша. Білсе, коды басқа жерден екен. Сөйтіп айналып кетіп бара жатырмыз. 20 минут уақытымыз стереотетіп алдық. Ладно. Зоопаркке жеттік ау. Күшті екен. Ана кіретін жері. Күн түсініксіз, біресе ыстық болып кетеді, біресе жел, біресе не өте тез ауысады. Алла жамырын астан қалып. Маған пілді көрсетіп отыр. Көрейік не болса да. Крокодил ба? Крокодил, да? Түрі қызық, да? Әне астында тағы жатыр екен, ар жақта. Үлкен екен. Мына қозғалылар крокодил. Маймылдар.
жатыр демалып. Не ол сен? Өте таза екен. Зоопарктар. Зоопарктер әдемі да. Біздің мысалы Алматыда зоопарк бұндай таза емес. Мынандай заттардың өздері былай әдемілік береді. Тамақтарының өздері. Out my hand, say you, tell you to run. Nobody say, nobody young. Well, pick me up with golden hand. Say you, tell you to run. Nobody say, nobody young. Так, бізге подарок от заведения нам бәрі. Нан бәрі. Бір салат қана біздің заказ, да? Да. Короче, кәрістерде сөйтеді ғой. Олар өздеріне как комплимент алып келеді. Күшті. Сезім күтіп жатыр. Заведение кірдік, зоопарктың қасындағы. Халил Ибрахим Софраси деген жерге. В принципе, бағалар нормально. Біздің Алматының бағаларымен бірдей. Біздің немен бірдей Алматы. Ал ас болсын бізге тамақтарымыз келеді, основной. Мен тамағым келді. Анда хинкали сияқты алғам. Кішкентай мынау тұшпаралар вообще. Балаларға. Балалар қалай түйді екен ана кішкентай. Мынандай пойыз отырдық. Бульвармен көрсетеді. Мына жақпен жүріп, анау зданияға дейін барамыз. Сосын қайтып келеміз. Мына неге кіріп шықтық жаңында Денизм молға. Іші күшті екен. Балаларды ойнатып, алатын киімдерімізді алып, енді қазір кетеміз. Осындай жерге келдік. Немен, пойызбен. Мынаның іші мол сияқты. Ар жақта Луна парк бар екен. Ресторан. Так, мынандай мол бар екен. Крессент мол ма, атын түсіне алмайдық. Мынандай напротив здания бар. Осыған крик деп жатырмыз. Так, жаңа молға кірдік. Қайқа кетіп бара жатқанбыз, пока өзіміз білмейміз. Тупо жүріп бара жатырмыз. Өзі былай кішігірім мол сияқты, бірақ новый мол. Мына кофе бар екен. Біз негізі шай ішкіміз келіп тұр қазір. Ал мына террасаны тауып алдық. Майкасы әлі бітпеген здание екен. Мына жақтарында әлі стройка болып отыр. Мына жақтарында фонтан. Мынаның бәрі мост екен. Ар жаққа қалаған. Нет. Нет, сүтпен ішпейсің бәсе. Сүтпен аласыз. Қара шай ішіп отырамыз да, шақ кішкентай. Ал біз кешкі Бакуға шығып кеттік. Екі баланы алып алып. Хақназар ұйықтап қалды. Неде жатыр? Коляскада. Нағыз менің алдымда. Сөйтіп, аяғасы шығып кеттік да. Сезім кенгуруда отыр. Ал кеттік ал, мына көше. Типа біздің Панфилова ғой. Как я понял, фасадтары.
Европейский фасадтар. Мына жаңағы подъезд. Әкеп бұның жаңағы бір бала шықты. Папа жұмысты жақсы көретін сияқты. Папа жұмыс көп екен да. Ал менде бір сұрақ. Сонда мына ағашты бірінші еккен. Сол балкон жасаған. Осыған былай тартқан ба, өскенін күткен ба. Мына жақта сол тағы сондай ағаш, сондай балкон. Так, бүгін екінші күн. Біз Старогородқа шықтық. Бүгін погода вообще керемет. Күн күшті, да, кеше кішкен. Біз қазір терлейтін сияқты. Ой, наузын. Жел бар, қалыңда кейін. Так, такси мына жаққа келу керек. Ол жаққа келу керек қыз. Күте тұрайық. А, вот келіп тұр. BYD. Қайда келдік қақныздар? Старогородқа келдік, ескі қалаға. Ескі қалаға келдік. Ары қарай кіріп баратырмыз. Осындай көшелерге келдік. Иә, дей. Андай өте тары. Қалай өтеміз? Есінсі екен өтпей қоямыз. Қыз коляскада отыр, сол үшін былай жүреміз. Бұндай ресторандары бар екен. Кішкентай есіктері. Бәрі кішкентай. Вино. Ар жақта балкондары көп екен. Девичий башня жаққа келдік. Анда ескі қала. Кофе бар екен. Вот, но башняға келдік. Мына жақта сезім сурет қарап жүр. Ал, гранат алдық, көрейік ал. Ауыз тоқтамай жатыр. Қонаққан сияқты. Ей, тартпа. Тартпа. Мә. Бетіне шашып кеттен алды. Ішіне тұр. Білмеймін. Сау бол, сау бол. Күшті ресторанға келдік. Ассаламалейкум. Ассаламалейкум. Ал осындай плов заказ бердім. Олар сухофрукты деді. Мынау ет деді. Ал қызылдар не екен білмеймін. Шафран. Шафран? Бұндай күшті жүрді отырмыз. Обед ішіп жатырмыз. Қалай қақтылар? Дәмді ма? Күшті ма? Тамақтары? Сол жейін деп жатырмын. Көрейік. Сезім болады. Тамам. Сухофрукты қызық болып тұрмаған негізі. Необычно. Прикольно. Ет. Ал, давай. Сау болды. Бәрі мықты болсын. Осының ақшасы көп болсын. Verme görürsün. Anastasya görsen. Вот мама айтып отыр ғой. Ана айтады, Хақназар айтады. Анашыма гүл берсін, анашымды жақсы көрсін дейді әкесіне. Макульмес вообще-то. Макульмес. Жыл сайын осы Алсам. күшті болып жүре берейік бәріміз, бақытты Аге, отбасы. аге, макульмес var. Рахмет. Давай, Кел. мерекелеріңмен. Bana makuymuş tuttu. Buraya gelince berek sustu. Sonra
Қараңдар. Biz vereceğimiz bir vermeydi. Анашысы суретке салыпты. Кәдімгі тұрып. Подарили. Ар жақта аташка. Бір нәрсе беру керек шығар, подарили деген. Еңбек қой бұл да. Фуникулерға отыруға келдік. Ар жақта біреу тұр. Мына жерде очередь. Сезім ұйықта қалды. Ақназар әлі ұйықтамады, ұйықтайын деп жатсың ба? Артқа қарай, сен мына жаққа қарап отыр, қалаға қара. Жоғары қарай кеттік. Башнялардың қасына келдік. Сезім. Фуникулермен жоғары шықтық. Негіз смотровой ар жақта сияқты. Көрсетем. Әне ар жақта. Ол жақтағы негізі. Біз енді ол жаққа барамайтын шығармыз. Лестница көп екен ар жақта. Ақназар тамақ ішуге баратырмыз. Ақназар әлі ұйықтап. Хакалок, тұра ғой балам. Хаки, че тамақ ішеміз. Ақназар қатты шашаған болып тұрмын ғой. Бағана ұйықтап. Хаки, тұр тамақ ішеміз. Ладно, қазір оянғаннан кейін видеосын салма. Опа, Хаки оянды. Қандай ресторанға келдік, Ақназар? Білмейсің ба? Грузинский ресторанға келдік, біз грузинский ресторанға келдік. Қандай? Аты қандай? Белмар Джордж деген ресторанға келдік. Второй шанс беріп жатып. Алматыда жүргенде ұнамап еді бізге грузинский кухня. Енді осы жерден көрейік деп жатырмыз. Неге келдік? Центр Гейдар Алиевқа. Нереально аппақ, мен көзім ауырып отыр лично. Камераны әйтеуір түсіріп келе жатыр, білмеймін, көрініп тұр ма, мен көзімді ашамай келе жатырмын бәрінде. Слишком аппақ. Ішіне кірдік, билет төледік, 8000 теңге шықты билет. Пока ештеңе түсініксіз. Ар жақта Сезім таспен ойнап жатыр. Шәдем екен. Андай Астанада бар еді, тоже осындай. Мына жерде Бакуның барлық зданиялардың макеттері. Мынаны көрдік кеше. Қаландар, мыналар енді походу суда. Мынау қала. Просто генплан. Андай здания, бұндай зданиялар көп. Тосын байқамадық, шында керек. Four Seasons мейрамханасы дейді. Андай католический бар екен. Короче, жартысын көрмедік бұнан ешқайсысы. Білмеймін, байқамадық па. Мынандай мешіттер бар. Мешіт, бірақ мешіт көрдім. Мешіттер қаланың ішінде аз екен. Болды, басқа ештеңе көрмедік вроде. Аналарды көрдік. Ананы көрдік деген сияқты. Короче, көп заттарды көрмеппіз біз негізі. Мемориальный парк дейді. Мындай нелер бар екен. Жұмыс әдемі. Сезімді ұйықтатып тастадық. Енді асықпай қарасақ болады. Мына жақта, жоғ жақтар жаңа куклаларды көрдік. Оның үстінде ламалар бар екен. В общем, жаңа видеоға түсіретінде болмадым, шыны керек. Қыз жылағаннан. Жылаған жоқ енді андай. Ар бер жүрді.
Мына жерде мынандай не екен? Пляждағы адамдар. Но настолько реалистично ол кәдімгі. Адамның арқасына жүніне дейін салыпты даже. Ар жақты қазір көрсетейін. Мынау адам қара, үсті су сияқты, бірақ су емес. Қорқынышты даже жылжып кететін сияқты. Мына жерде көрсетейін. Мынандай неде жатқан сияқты андай. Анда складкаларына дейін бәрін жасаған детально. Тоже тамшы сулары бар, нелер киімдері бар. Киімдер не емес, мата емес, бәрі андай бір қатты пластиктен жасалған. Шаштарына дейін. Шаштар жұмсақ екен енді. Сонда да деймін. Әше күшті нетілген. Ақназарға осы жерден ақ қалды, шыққысы келіп жүрген жоқ. Бүйтуге болмайды балам, арбе жүрмейді. Ал нағызда жүрем дейді. Каждый инструменттер бар, соның үстінде колонкалар бар. Мына жерде мысалы тұрсаң, мына жерге тұрайын. Қаш мен тұрайын ал. Мынаны көрек ал. Мысалы мынаған тұрамыз ал. Мысалы мынандай. Мынаған тұрса. Дауыс шығады. Мынаған тұрсаң, басқаша дауыс шығады. Мынаған тұрсаң. Мынау барабанның дауысы. Ал Қақтазарға милкшейге келді. İçinde мороженое var ekan еще. Осындай әдемі жерге келдік. Мынандай бетпен тамашып отырмыз. Екеуі тойып тамақ жеп алды. Енді ойынға көшті. Так, мынандай Венецияға келдік. Қазір отырайық деп жатырмыз. Көреміз қалай екен. Жатыр хоккей авалі. She dey give me small one. I know, say she sabi pass it down one. But she feeling insecure, cause her friends go they come a light ring go up. Так, біз не Венециядан шықтық. Енді Египетте болып қойдық па, не болып кеттік пальмалармен. Үшін набережкалар әдемі екен. Күшті. Эх, біздің Ақтауға да өсіп жасаса шіркін. Арман жоқ. Тура сол Каспий. Енді погода енді кішкене мына жақта мягче все-таки, да? Тау бар, не бар. Осылай болса, Ақтауда вообще күшті болатын. Қиын ештеңе жоқ сияқты, білмеймін, тротуар қойасың, ағаш егесің, шөп егесің. Несін жасайсың ана жақта, білмеймін енді. Может қиын шығар. Все равно пальмалар өзі ерекше. Ал Хақназар аттракционға отырды, кетті ал. Бүйтіп асықпай жүреді қазір Хақназар. Ал екінші аттракционға отыр Хақназар. Давай. Кетті ал.
Сезімді отырып алды мамасымен. Сарыны бас кнопканы. Бас сарын, давай. Ақналар управлять етіп тұр. Сезім артынан қуып жүр. Shawty gon' give me a lo 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 wo 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 wo. Ал қарлығаштың туған күнін тойлауға күшті бір ресторанға барамыз. Kings. Аты қалай еді? Ширван. Ширван шах деген. Хаки тұра алмай жатыр, ұйқысы кеп. Типа крутой киімдеріміз киіп алдық. Мынау қыз көйлегін киіп алды. Я? Сюзи, қара. Маған қараш. Ал біз кеттік. Бүгін осындай ресторанға келдік. Қарлығаштың туған күнін тойлаймыз деп. Ширван шах деген. Сезім күшті ендіріп едік. Ұйықтап қалдық. Так. Мындай әдемі ресторан екен. Ресторан, типа как музей. Біз 3-ші этажда жүрміз қазір. На каждый уголоктарында мынандай нелер бар. Түсіргенше түсірейін. Ар жақ вообще не в тему. Не знаю, өзімен өзі бір бөлік планета болып отыр ғой. Мынандай заттар бар, кілемдер. Мынандай есік бар. Ар жақ бар, бірақ өтуге болмайды. Жақты көрейік. Туалеттер ғой деймін, кажется. Лестницалардың өздері ағаштан жасалған. Ескі, мынандай терезелері бар екен кішкентай. Жаңа қаяқтан келіп, мен өзім адасып кеттім. Залдары көп, короче. Біз мына жақтан кеттік мен. Күшті прям күшті. Анда жерлері бар. Осы лестницадан келдік қой. Мына жаққа барамыз. Мына жаққа кетеміз. Осындай әдемі, потолоктар әдемі. Еще лабиринт енді. Адассаң болады кәдімгідей. Мына жақта мынандай манекендер бар. Мындай шай пәйі бар. Мына жақта да залдар бар. Ар жақтан вход бізде кірдік. Осының бәрін қойып қойған. Ар жақта таға лестницасы бар екен. В общем, іші лабиринт. Не болса да. Мынандай жері бар екен. Ары қарай кірмей қойын. Пока осы. Бірінші заказымыз келді. Так, нан бергенбіз. Сосын бір компот береміз. Шербет дегенді бергенбіз. Типа айтты ғой, кішкентай нан болады деп. Я думала, такой малюсенький. И кипяток, да, кстати. Так, ана шербеттің дәмін көрім кеп тұр мен. Каркадай сияқты ма, обычный? Да? Ұқсайды ғой. Кішкене құйып тұрып көрейін. Ойбай. Обычный гранатовый сок, кажется. Тема жестко сладкий прям. Как будто обычный гранатовый сок и там, не знаю, қанша қасық, не, қант тоқталып жатыр. Сезім оянып алды, кішкене жылап жатыр. Так, мен мына жаңа гранатовый немен ет жеп көрейін. Мега прикольно. Мягкий несі. Это. Хакин аяғы ұрып. Жылтыр көйлек. Короче, қазақтардың өлеңдер барлық жерде бар екен. Бізге келіп, музыка қосып жатыр. Я себя неловко чувствую, по идее. Да? Я понимаю, если нормально, бля, қосса, да, но не, бля. Ар жақта ойнап жатыр.
Жұмыс шығып отыр. Ama tuğan günüme babam kımbar. Айта, қатты айта бер. İşte mama babam diyorlar bu. Аха. Ата мен әже, иә. Tamam acım. Ә, Мен естімедім. мен естімей қалдым не деп айтқан. Анашының туған күні. Күнің мен деп айтты. Туған күнің мен деп. Anlaşın tuğan gününüz ben. Қатты айтты. Anlaşın tuğan gününüz ben. Денсаулық тілеймін де. Güzel. Dileyim. Аман болыңыз де. Anam babam. Енді өзің айт, өзің қандай тілек тілейсің маған соны айт. Маған ұрыспаңыз де. Ладно. Ал болды. Құтты болсын. Оп. Al öyle. Спасибо. Ал бізде соңғы күн чемодандарымызды гостиницаға қалдырып кеттік. Кешке жақын алып кетеміз. Қазір қалаға шықтық тағы. Заттар алайық деп көшеде қыдырып жүрміз. Бүгін күн күшті. Мистер Бист емес, Мистер Бинді. Mr. Bean. Мистер Биннің машинесі. Соған ұқсайды екен. Аха. Кішкентай машина екен. Ага. Soluma. Ага. Ну, видно, что она люксовый көше екен. Да, потому что ар жақта бос, не. Біз подземкалардың бәрі осындай іштерді. Менде бір сұрақ. Мынау үсті ешқандай жабық емес. Жаңбыр қар жауғанда мына сонда істей бере ма? Ладно, қыста жауып қоятын шығар. Жаңбыр жауғанда қазір жаппайды, сонымен тоқ су тие берсе бола береді деген сөз ғой. Осынысы ыңғайлы. Ар жақта тағы бар. Осындай жерге келдік. Үйдегілерге алып жатырмыз. Жей бер өзің. Попробуй. Это вот это. Она миндаль дейді. Кофе беріп жатыр, бәрін беріп жатыр. Алайық тазым көреді. Хақназар, біз біресе отырам дейді, біресе түсем дейді. Так, бір торговый центрға келдік. Біздің ненің қасынан гостиницаң. Жаңа заттарымыз бәрін қалдырдық. Сөйде ұйықтап қалды. Енді мынандай бір фрукты, бір нәрсе, марға жейтін бір нәрсе алайық деп отырмыз. Ары бері жүргенде жейді ғой. Сол хоккей ойнауды күтіп жүр, бір нәрсе ойнаймыз дейді қазір. Көреміз не ойнайтынымыз. Так, бірде 69 деген бір 300 бір нәрсе теңге. Үшін бір манат 280 теңге болып тұр ғой. Біздің теңгеден құнды болып тұрғанымыз болып тұр ғой. Ондай рәмез деген жерге келдік. Мұндай көфтелері бар екен. Алдында бір әйел алып кетті. Мұнан алған. Прям аппетитно. Соны алайын деп тұрмын мен. 7-де 6 екен. Қатты қымбат емес. Қаландар донер, анау. Үстіп паркте отырмыз. Яқта бақында универ бар ма? Студенттер көп екен. Ар жақта волейбол, мына жақта волейбол ойнап отыр. Яқта суларына доптар түсіп кетеді иногда. Сол қызықтап отыр. Күшті салқын жерде отыр. Күн деген ыстық өте. Көлеңкеде отырмыз.
Ал біз аэропортқа жеттік, аман есен заттарымызды қойып еттік. Қазір әлі шақырған жоқ. Аэропорттар күшті екен, алдында келген кезде особо қарамап едік. Ол жақта вид әдемі екен. 3 этажды үлкен аэропорт. Ар жақ кішкене ремонт болып жатыр екен. Так аэропорттар үлкен екен. Бұйырса бір сағаттан қазір регистрация ашылады. Соны өтіп алсақ. Сонымен болды, бұйырса үйге аман есен жетейік. Паспорттың контроль бәрін өттік. Duty free жақта жүрміз. Үшім аэропорттар үлкен екен өте. Аның ішіндегі несі де үлкен екен duty free еді. Ар жақта да үлкен залы бар. Үшім біздің Алматының точно үлкен. Астананың күнін білмеймін. Мына екі бала шаршады уже. Біз посадкаға отырайық деп отырмыз ар жақта. Күтіп жатырмыз. Мына екеуі уже ішіп-пысқаннан не істерін білмей жүр.